Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге бір күшті жаңалық ашқым келіп тұр десем, мен сіздерге қарапайым 7-20-25 бағдарламасы, бұл льготный бағдарлама, яғни бақытты отбасы бағдарламасы Жилстройсбербанкта. Осы бағдарлама қанша пайызбен ақша береді бізге? Орта есеппен 10 миллионды алайық, однокомнатный квартира 10 миллион теңге тұрады, соны санап берейін. 7 дегеніміз не? Ол 7% в годовых. Год деп қояйын, 7%-ымыз қанша болады? 10 миллионның 7%, ол 700 мың теңге. 20 дегеніміз не? 20 дегеніміз 20% первоначальный взнос. Первоначальный взнос. Ол қолымызда 2 миллион теңге болу керек, егер біз баспана алғымыз келсе. 25 дегеніміз не? Ол 10 миллион теңгені біз 25 жыл бөліп төлей аламыз. Яғни бізде годовых 700 мың теңге болса, бізге бөліп беретіні 25 жыл. Бұнда көбейтеміз 700 мыңды 25 жылға. Қанша шығады? 17 миллион 500 мың теңге. Бұл вознаграждение банка. Плюс біздің основной долгымыз бар. Основной долгымыз 10 миллион теңге. Плюс мен айтып жатырмын да, 2 миллион теңгеші. 2 миллион теңгеміз бұл айтады. Сіздің страховкаңыз, егер ертең сіз жұмыссыз қалып, ақшаңызды төлей алмаған жағдайда, осы 2 миллион теңге сол суммадан шегеріледі. Яғни бізге 2 миллион теңгемізді қайтармайды. И основной долгтан алмайды. Давайте посчитаем вместе. 17 миллион 500 мыңға 10 миллионды қосамыз, одан 2 миллионды қосамыз. Болады 29 миллион 500 мың теңге. График погашения қалай жасайды бізге? 25 жылға бөлінсе, берілсе, 25 жылды көбейтеміз 12 айға. Біз ай шығаруымыз керек қой, 25 жылда қанша ай бар екен? Бізде шығады 300 мың теңге. Енді біздің график погашениямыз айына 300 мың теңге, 300 ай болып тұр. 29 миллион 500-ді 300 айға бөлгенде 98 мың 333 теңге шығады. Яғни біз 25 жыл 98 мың 333 теңгеден бөліп төлеуіміз керек біз. Бұл жерде бізге айтады, досрочный погашение бар, досрочный погашение төлеп салсаңыз болады дейді. 10 жыл төлеп келе жатып, ойласам, ай сайын 100 мың теңгеден құйып отырмын, почти мен ақшам шегерілген шығар. Жоқ, бұл кісілер ең алдымен өздерінің процентін алады, 17 миллион 500 мың, 15 жыл ұстайды. Қалған 10 жылыңызды өзіңіздің 10 миллион теңгеңізді бөліп төлейсіз. Қазақтар жалқау, қазақтар сондай, қазақтар бұндай дейді. Қазақтар жалқау емес, 2-3 жұмыстан жұмыс жасайды. Бірақ бір кісілердің кесірінен осындай проценттардың кесірінен бізге банкта мұнан бәрін айтпайды. Сіз осынша переплатаңыз бар, осынша 7-20-25 7% деп, яғни бізді алдамшы түрде айтады. Но мұнау жақсы процент қой, былай қарасаңыздар. Бір үй алып 10 миллион теңге, сіз 2 үй қайтарасыз.